Саламатсыздарбы окуучулар? Сабактын такырыбы Калашников автоматын жартылай бөлшектөө жана жыйнактоо. Сабактын максаттары автоматты жартылай бөлшектөө жана жыйнактоо тартибин үйрөнүү, Калашников автоматы менен патрондарынын колдонулуу, бөлшектери менен механизмдеринин курулуусун таанып билүү. Автомат мынандай негизги бөлшектерден турады: ок жатар, пенал, сөмбө, тежеуиш компенсатор, оңгу корабы, кайтаруу механизми, бекитпе жактабы, бекитпе газ түтүкчөсүнөн турады. Автоматты толук эмес бөлшектөө үчүн эң алдымен ок жатарды алабыз. Одан сактандыргыч чечип, затвор тартып, аспанга каратып, шүрппени басып, октун бар жогуна көз жеткизип аламыз. Пеналды аламыз. Пеналды алуу кезинде суксаусакты салып алуумузга болот, тез алынады. Одан кийин сөмбүнү аламыз. Бекитпе жактоонун корапчасын аламыз. Кайтармалуу механизмин аламыз. Бекитпе жактоошасын аламыз. Және оның ішіндегі бекітпесін бөлек алып қоямыз. Ең соңында жалаушаны көтеріп, газ түтігін алып қоямыз. Мінекей балалар, бұл жартылай бөлшектенді. Енді жартылай жинақтау тәртібі газ түтігінен басталады. Газ түтігін орнына қоямыз. Жалаушасын жабамыз. Көз жеткізіп аламыз жалауша жабылған қарап. Одан кейін бекітпе жақтауына орналастырамыз. Яғни жалпақ жағын өздерін қарасаңдар, өзінің ернеуі көрініп тұр. Сол жалпақ жағын салып оңға айналдырамыз. Мінекейіңіздер, бас саусақпен демеп ұстап тұрамыз. Осылай ұстаған қалпында автоматқа орнына, яғни орналастырамыз. Орналастырарда ойықшалардыға көз жеткізіп аламыз. Алға итеріп, одан кейін қайтармалы механизмін өзінің ернеуіне қоямыз. Бекітпе жақтауының қақпақшасын саларымыз. Салар алдында орын дәлдеп көріп алып, алға қарай итеріп тұрып, төмен қарай, алға итеріп тұрып, төмен қарай басып қаламыз. Енді шүріппені басып, аспанға қаратып, шүріппені басып тексеріп, сақтандырғышты жабамыз. Сөмбісін кигіземіз. Пеналды кигіземіз. Ең соңында оқ жатарды енгізіп, затвор жақ бетімен автоматты орнына қоямыз. Мінекей балалар, аяқталды. Үйге тапсырмалар. Сау болыңыздар.